Okay, I am back with part two, the final portion of Dimash's interview on Kazakh TV program My Story from 2016. So let's hear the rest of the interview. Ол әрине мен ата-анам. Мен сол кісілерді қуанту үшін жасап жатырмын. Соған тырысып жатырмын. Өнерлі де өнегелі әулеттен шыққан Димаштың әншілік жолды таңдауы таң қаларлық құбылыс емес. Ес білгелі сахнаны көріп өскен ол тыңдарман қошеметінің қандай болатынында балалық шағында ұққан. Бала күніңіздегі бір қызықты оқиғаны айтып беріңізші. Менің бала кезім басқа адамдардың бала кезіне тіптен ұқсамайды деп айтуға болады. Өйткені мен есімді жиғалы сахнада жүрдім. 2 жасымда ең алғашқы рет сахнаға шығып көрдім. Ақтөбеде бір конференция болып жатты. Сол кезде бір көрініс көрсету керек болатын. Сол көрініске бір қыз, кішкентай қыз, және де майка киіп алып, қолымда камазым бар, ойыншық. Мен шығып өтіп кету керек едім де. Мен сахнаға шығам. Сол кезден бастап халықтың қошеметіне әрқашанда құштар болып жүретін адам екенін сол кезде ақ көрінген болар деп ойлаймын. Сахнаға шыққаннан кейін халық қошемет көрсетіп бастайды. Мен анаяққа әрі қарата сахнаның сыртына өтіп кетуді ұмытып кетемін. Тұрып аламын да, халыққа қараймын да ойнай бастаймын. And he still plays with the audience. Халық күліп жатады. Мен оларға тілімді көрсетемін. Олар шапалақтап жатады. Мен оларға дейтін андай бір кейбір жағдайларға бөлеймін да, ол көрермендерді. Олар дейтін мысқылдап күліп жатады. Енді 2 жасар баланың оқыс қылығы болмағанмен, енді бір еркелеген сияқты болып көрінгенмен, бір ыңғайсыз қимылдар жасаймын. Бүйтіп ойнаймын ана кісілермен ше, залдағылармен. Залдағылар күліп жатыр. Мен одан сайын еркелеп ана жерде. Ешкім мен сахнадан алып кете алмай жатыр. Өзге балалар секілді қымсынуды, тартыншақтап ұялуды білмеген Димаш осылай әншілікке шындап қоя бастайды. Фортепиано мен вокалдан дәріс алған ол, кейін 2012 жылы жас орындаушылардың республикалық жас қанат байқауында бас жүлдегер. Шығыс базары халықаралық байқауында лауреат. Онан соң Мекин Азия халықаралық сайысында жеңімпаз атанды. Жақында ғана сіз еуропалық турдан елге оралдыңыз. Сол жайлы айтып берсеңіз? Еуропадағы концерттеріміз өте жоғары деңгейде өтті. Зал лық толы болды. Біздің Қазақ ұлттық өнер университетінің мұғалімдері мен студенттері бар, өнер көрсетіп келді. Солардың қатарында мақтанып қояйын, мен де бармын. Айман Қожабек қызы өзі залда отырды. Және де мен үшін бір ерекше, бір қуанышты сәт болғаны. Ең алғашқы қаламыз Словения болатын. Словенияда. Концерт, репетиция бітеді. Содан кейін сол концертный залда жұмыс жасап жүрген 2 апайымыз келеді. Sorry guy, you are winner in Славянский базар дегенде мен шалқамды түсіп қала жаздағым. Мәссаған деп шетел дегенде танығанда өзімді құтты бір. Somebody from abroad actually knows. Өте бір қатты қуанып қалдым. Және де Австрияға да австриялық неміс бауырларымыз мен өнерімді жақсы көреді екен. 1-2 ауыз сол тілектерін білдірді. Сербияда да енді сөзін шыны керек, бұл ерекше бір қуаныш болды мен үшін. Сол себептен ең алдымен қуанғандағы себебім мені танығаннан бұрын
сол енді сол славянский базарда менің өнерімді көрген болса, сол қазақтың халық әнін де естіген болар дедім. Және де Австрияда да, Венада, Сербияда қазақтың әндері орындалғаннан кейін жүрегімді бір ерекше, бір керемет сезім кернеді. Димаш, а продюсеріңіз бар ма? Менің продюсерім жоқ. Және де менің ойымша мен продюсерім болмайды ешқашанда. Қазіргі таңда болмайды. Өйткені біреу осы әнді айт, мына киімді ки, осындай бағытпен жүр деп айтса, мен оны тыңдай алмайды екен. Жүректен шыққан қалауым қандай, сонымен ғана жүретін адаммын. Сол себептен сөздің шыны керек. Кезінде біреулер маған бүйтіп жүр, мынаны ки деп айтса, мен соған ренжіп қалатын едім да. Көп аса тыңдағанды ұнатпаймын. Сол себептен продюсермен жұмыс жасамаймын. Бірақ та дей тұрғанмен қазіргі таңда енді шақырып жатыр барлық жерлерге. Сол сахнада, эстрадада, халықаралық деңгейдегі сахналарда бой көрсетіп, елдің беделін тек қана жақсы жерінен көрсетуіме түрткі болып жүрген, ниеттес болып жүрген адамдар өте көп. Ол әрине менің ең басты демеушілік көрсетіп жүргенім. Моральдық тұрғыдан болсын, ата-анам, ұстаздарым, біздің ректорымыз, көптеген ағаларым, апаларым сол өнерде жүрген. Әншілікпен кәсіби тұрғыда айналыса бастаған Димаштың жеке өміріне қатысты да құрған өз жоспары бар. Анасы мен әкесінің күнделікті өмірде ғана емес, өнерде де бір-біріне ажырамас серік болып келе жатқанын көріп өскен ол, болашақ жарының ең алдымен шығармашылық жолды құрметтей білгенін қалайды. Димаш, жүрегіңізді жаулаған жан бар ма? Әрине, ер азаматтың көңілінен, қиялынан шығатын қасында серігі болса, ол нұр үстінен нұр, ол үлкен бақыт. Өмірлік серігің сенің көңілінен шығып тұрса, менің ойымша, ол ең үлкен бақыттардың бірі. Енді жеке өмірім туралы ондай қатты аса көп айтқым келмейді. Бірақ та дегенмен қиялдағы ару деп жатады, ол қандай болу керек? Ең алдымен биязы болу керек, қазақы болу керек, қарапайым болу керек, және де оның үстіне ата-анамды сыйлау керек деп ойлаймын. Ұзақ уақыт музыкамен ешбір кедергісіз айналысуым, ол менің таңдаған жарыма байланысты. Түсіністікпен қарайтын, бала-шағамды жақсы тәрбие беріп, ата-анама қуаныш сыйлап отыратын жар табатын болсам, мен өз творчествоммен ешбір уайымсыз, қиындықсыз айналысып жүре берер едім. Шыны керек, өнер адамдары отбасын құруға асықпайды. Ал сіз ше? Мысалы, өзімнің ата-анамды айтып кеткім келеді. Және де енді олар екеуі де әнші болғаннан кейін, олар екеуі де біледі. Ал бірақ та әнші емес апамыз, Оқпан ағамыздың әйелі, Айған апа. Білетін шығарсыз Айған апамызды. Қанша жерден Оқпан ағамызға дейтін, әр қашанда бір дейтін творчестволық подъем деп жатады, соған жету үшін бәрін салып отырады ол кісі. Барынша көмектесіп отырады. Барынша үйдің берекетін, үйдің шаңырақтың байлығын, рухани байлығын сол кісі сақтап отырады деп айтқым келеді. Сол себептен Оқпан ағамыз да, Болат та, Фарида да творчествомен ешбір кедергісіз айналысып жатқан жайы бар. Гастрольге жүріп тұрады. Әрқашанда өзінің жеке шығармашылық кештерін беретін кезде Оқпан аға Айған апа жүгіреді, мысалы. Біздің семьямыздың жан достары ең үлкен мысал осы Айған апамыз. Сондай
өнерді түсінетін жартапса, өнер адамның, өнерде жүрген ер жігіттің ең үлкен жетістіктерінің бірі болады ол. Славян базары Димаш үшін соңғы сайыс емес. Ол енді Евровидение байқауына қатысып, бағын сынап көрмекші. Қазір үлкен дайындық үстінде. Бүгінде алдыңызға қойған басты мақсат міндеттеріңіз қандай? Әлі талай еңбек етіледі. Байқау біткеннен кейін Евровидениеге қатысып келсем, онымен ғана тоқтап қалмайсыз. Байқау біткеннен кейін өзіңнің жеке шығармашылық кештеріңмен шығатын боласың бүкіл әлем бойынша. Сол себептен қазақтың халық әндерін бүкіл әлемге тыңдататын кез сол кезде болады деп ойлаймын. Өзіңіз ойлап қарасаңызшы, егер Евровидениеге қатысып жатсақ, жеңіске жетіп жатсақ, қазақтың әнімен, қазақ тілінде, қазақтың иесі, қазақтың колориті шығатын туындымен бүкіл әлемді His pride in his country. Керемет. Сол себептен қазіргі таңда екінші мәрте арманыма жетуге атсалысып жүрмін. Деген қойған мақсаттардың бірі қазір осы. Алдағы 5 жылда не болатын, оны тек бір Алла біледі. Алла қаласа 5 жылдың ішінде мен өзімді әлем бойынша жеке шығармашылық кеш беріп жүргенімді көремін. Мақсаты айқын, арманы асқақ Димаш Құдайбергеннің алдағы жоспары осылай. Тағы бір дүбірлі додаға дайындалып жатқан оның басты көздегені қазақ өнерін әлемге паш ету. Ал ұлттық мәдениетімізді ұлықтау Димаштың қолынан келеді. Себебі оның бойында табиғат берген талант пен ата-ана тәрбиесімен дарыған тектілік пен шеберлік бар. Сан қилы сан алуан құбылған өмір-ай, сан қилы жолдардан оралады бұл жалға, онсыз сан арман. Еліміздің талантын тек отандастары ғана емес, алыс жақын шетелдегі тыңдармандар да бірауыздан мойындап үлгерді. Шексіз, шетсіз, қазақ даласы секілді оның дауысы да солай зор. Орындау шеберлігі де әбден шыңдалған. Жан